Қайырлы күн достар. Бүгін міне подкастымыздың жаңа сериясы келіп жетті. Бүгін бізде қонақта Берік Тұрарұлы мырза. Берік Тұрарұлы мырзаны шақыру себебіміз, біз подкасттың басында өздеріңізге опрос жібергенде жалпы сұраған едік. Кәсіпкерлер қызық па, кәсіпке келетін адам қызық па, қайсысын түсірейік деп. Жалпы сіздер қай-қайсысы да келіп қонақ болғаны дұрыс деп айтасыздар. Жалпы бұл кісінің кейінгі келе жатқан ұрпаққа, бүгінгі қоғамдағы адамзатқа айтар ойы бар азаматтардың бірі. Өйткені өмірде көргені де бар, оқыған да бар, тоқыған да бар. Берік мырза, қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік, бәке. Бүкіл әлемдік және темір адам деген атақ бар. Ол темір адам деген атақты қорғау үшін сіз жүгіріп білуіңіз керек, жүзіп білуіңіз керек, великпен жүре білуіңіз керек, және де оның әрқайсының өзінің және ара қашық шақырым дейміз ғой, шақырымы бар, оған берілген уақыт бар деген сияқты. Осы спортты жақсы көріп, осы спортқа келіп, сіз Ironman атағын алдыңыз. Жалпы осы спорт туралы тақырыпты қазір өріктеп отырсақ, жалпы Ironmanді қайдан білдіңіз, қалай келдіңіз, қалай осы спортқа сіз бұлай жақсы көріп, басыңызбен кетіп қалдыңыз? Ironman болам, Ironman не кейін, Ironman деген сөз не кейін де білген жоқпын мен шынына келгенде. Ол бұлай болды, енді Астанаға көшіп келдім 2016 жылы. Ақтөбеден Астанаға көшіп келдім, өзім Ақтөбенің тумасымын. 2016 жылы мен начальник отдел болып істегем, Актюбинская медная компания деген жерде, орыстардың компаниясы. Бір күні енді өмірде бәрі болады ғой, бір күні айтты, Берік Тұрарыч, компания не нуждается в ваших услугах деп. Жұмыссыз қалдым да қойдым, сосын жарайды, енді бұдан былай енді ешкімге жұмыс істемеспін. Неожиданно болды да. Енді біреуге жұмыс істемеспін дедім да, өзім кәсіп жасайым дедім да, Астанаға көштім да кеттім. Кәсіп болмады, мен кәсіпкер емес екенмін. Соны түсіндім. Үйдің ақшасы да жоқ, келген Land Cruiser машинамен келдім, ол да жоқ. В общем, бәрін енді жек қойдым десем болады. Содан стрессқа ұшырадым, 3 балам болды келген кезде. Соны бір күні келіншегім Ажар айтады, мен сол аяғым ауыр 4-ші балаға. Не істейміз деп. Не істейсің, туасың. Туғанда қалай болады, күніміз былай, квартирамыз жоқ, өзіміз квартирде қалдық, ақшамыз болса кетіп жатыр, енді кәсіп болса жүрмей жатыр. Мен айтамын, енді әр баланың өзінің енді несібесі бар, көреміз енді. Деп, сонымен 4-ші балалы болдым, стресске ұшырадым. Жаңағы стресстен енді айтайын деген спорт туралы болды ғой сіздің сұрағыңыз. Жаңағы стресстен енді жүгіре бердім. Үйдің қасынан шығамын да тек триатлон паркке жүгіре берем. Таңғы сағат 3, 4, 5-те оянып кетсем, тұрамда жүгіріп кетем. Сол шаршап жүгіріп келем үйге. Сөйтіп жаңағы енді немді стрессті солай тек жеңіп жүрдім. Сөйтіп жүріп марафоншылармен таныстым триатлон паркте. Сөйтіп жүріп жаңағы жұмыс іздедім в общем. Енді жұмыс істеу керек, семьяны бағу керек, кәсіпкер менен шықпады. Неге десең енді дайын емес болған екенмін, білімім аз болған шығар кәсіп жөнінде. Кәсіпкер болу, өз-өзіңе жұмыс істеу деген оңай шаруа емес екенін енді түсініп жатырмын шыны керек. 6 жыл болды осында келгеніме енді. Содан не керек, жұмыс іздеп жүріп BI Group компаниясына, осында строительный компанияда сол жерге жұмыс орны бар деді. Инструктор лечебной физкультуры, жұмыс орны спортзалда деп сол жердегі жүгіріп жүрген жігіттермен танысып, енді күнде триатлон парк үй болып кетті ғой. Содан жұмысқа тұрдым да сол компанияға келген кезде Ironman деген сөзді естідім вообще. Ағылшынша Iron деген темір, мен деген мужчина екен. Сөйтіп темір адам деген атақ береді екен әлемде. Сөйтіп өзім жаңағыдай стрессте жүрген адаммын, өзім Астанаға сынбаймын, сындыра алмайды Астана мені деп сөйтіп жүрген адаммын ғой, енді мен темір адам боламын деп шешім қабылдадым. Содан енді сол спортқа баспен кіріп кеттім ғой енді. Ол енді триатлон, жүгіру, жүзу, велосипед тебу. Темір адам атағын алу үшін 4 шақырым жүзіп өту керек екен, 180 шақырым велосипедпен өту керек екен, 42 шақырым жүгіріп өту керек екен. Соны енді адамдар істеп келіп жатыр екен, сосын адам істейді ғой деп мен де соған бел будым. Сөйтіп сол осы компанияда жұмыс істеп, сол жерден темір адам атағын аламын деп 2 жыл жарым дегенде сол атаққа жеттім. Жаңа сіз әңгімеңізді айтып қалдыңыз, үйдің ақшасы жоқ болды деп. Бірақ жаңағыдай көрермендерге айта кетейік, сіз Ақтөбедегі үйіңізді сатып, соның ақшасын келіп жеп қойдыңыз бұл жақта, иә? Астыңызға мініп жүрген машинаны сатып, оны жеп қойдыңыз, иә? Енді сіз жаңа айттыңыз, қатты стресс болғандықтан мен соны жаңа жүгіріп жеңіп жүрдім деп, иә? Бір мынандай тұрда енді көп жағдайда сынып кететін адамдар болды ғой.
сынып дегенде қандай жағынан жаңағы ішіп кетеді деген сияқты қандай да бір енді сіз неге именно осы жүгіруге келдіңіз, сол қызық болып тұр да. Неге жүгіріп кеттіңіз дейсіз ғой? Иә, неге жүгіріп кеттіңіз? Енді менде ішіп кететін мүмкіндік болған жоқ деп қояйын. Ішіп кететін жағдай болған жоқ менде. Ақша болған жоқ ішетін біріншіден, сосын екіншіден енді жауапкершілік қой. Үйдің енді еркек болғасын жерде артыңда бала шағаң бар, әйелің бар. Әйелімнің өзі стресске ұшырады. Әйелім әнші, оперная певица, дауысы деген керемет. Өзі язык музыки бітірген, колледж бітірген музыкальный, одан ЖМП-ді бітірген. Алматыда служить етіп жүріп таныстық та, содан енді Құдайдың қалауымен үйлендік қой. Қазір 2 қыз, 2 ұл туып беріп отыр. Әйелімді енді сыйлаймын, жақсы көрем. Сондықтан енді қалай ішіп кетуге болады, енді мен түсінбеймін оны. Наоборот, сол жаңағы енді стресстен жата алмағасын жүгіре беріппін ғой, қайта-қайта. Жүгіріп, сол марафон жүгіріп кетіппін 42 шақырым. Енді сонда қараңыз, жаңағы ішімдік туралы тақырып қозғалды ғой. Жалпы өміріңізде ішіп көрген жоқсыз ба сонда? О, ішкенде де нормально іштім ғой мен. Іштіңіз, иә? Конечно. Жаңағындай сынып кеткен жағдайда соған қайта оралмауға сізге түрткі болған бір жайт бар ма? Немесе ол жаңағы әкелік инстинкт па, отбасын жақсы көру ма? Қазір енді жасым 44-те ғой, енді қазір артқа қарап ойласам, біраз жастар сол енді біз енді өтіп кеттік қой енді. Сол кезде ойлаймын, мен сонда өзімді сол кезде бір мықтымын деп санап, сөйтіп жүргенім, қасымда жаңағы кредитке алған Land Cruiser мысалға. Сосын бір әйтеу кішігірім енді должность, жаңағы начальник отдела, ауылда, районда енді өзімше болғанмын деп ойлаймын. Қазір қарасам. Өйткені қазіргі енді айналамда небір жігіттер бар, достар бар, темір адамдар бар, мықты-мықты жігіттер бар, кәсіпкерлер бар, миллионерлер бар. Адамның уровені өскен сайын адам өзі поведениесі де басқаша болады ғой, тәрбиесі басқаша болады. Мен тәрбием енді бір шамалы тентектеу болды деуге де болады, айтуға болады солай. Ешқандай өкінбеймін, осылай сол жаңағы осындай жағдайға ұшырағанымды, темір адам атағын алам, темір адам болам деген өмірімде түсіме кіріп шыққан жоқ негізі. Жалпы темір адам болғаннан кейін сіздің өміріңізде өзгеріс болды ма? Осы темір адам дейтін енді жарайды, атақ дейікші, сол бір атақ. Сізге қандай әсер етті жеке өміріңізге, отбасылық өміріңізге? Енді темір адам деген атақ, конечно, темір берік деп айтқан енді приятно маған. Мен одан өте енді естіген темір берік аға дейді біреулер. Темір құрдас деп айтады құрдастарым мысалға. Достарым айтады, тума-туыстарым айтады, о, біздің темір берік. Өте жаңағы құлаққа жағымды, өте жақсы, бірақ ол енді атақ қой, ол атақты жалғыз мен емес, ол Қазақстанда мен сияқты жігіттер бар, бірақ Ақтөбеде менің айналамда мен тарихте бірінші екенмін. Мен тума-туыстарымның арасында мысалға. Сосын мына балда шағама, үйіме енді ол тарих қой мысалға. Бірақ әңгіме ондай емес, мен қазір сол өзіме түйіндеп отырсам, темір адамға дайындалу, ол жаңағы дәреженің бәрін өту, жаңағы айттым ғой, 4 шақырым жүзу, 180 шақырым велосипед, жаңағы 42 шақырым жүгіріп өту, оның бәріне шыдамдылық керек, төзімділік керек екен. Оның бәрі, оказывается, тренируемый нәрсе екен. Адам жаттықса болады екен. Ол жалғыз спортта да емес, ол бизнесте де солай екен. Любой нәрсені алсаңыз, тыным таппай, сол мақсатты қойып, күнде сол нәрсемен айналыссаңыз, ол жетістікке адам жетеді екен. Соған көзім жетті. Қазір енді мен мысалға біреуге жұмыс істемеймін деп сол 2016-та сол шешім қабылдадым. Біраз қиындықтардан өттім. Біраз енді шыны керек, енді еркекпіз ғой, енді көзден жас шығып өз-өзіме ызаланған кездерде болды. Берік, не істеп жүрсің деп жаңағыдай. Бала шағаң бар, үй жоқ, күй жоқ, жасың болса 40-тан кетті деп өз-өзімді кінәлаған кездерде болды. Бірақ соның бәрі адам былай не істейді екен? Шыңдайды екен. Шыңдайды, соның біраз қиындықтан өткеннен кейін адам анау-мынау жаңағы мелочи жизни деп айтады, орысша айтқанда, ондайға мән бермейді екен. Подкаст бастайтын кезде кішігірім Берік мырза туралы айттым, бірақ мен толық ақпарат берген жоқпын. Қазір соны толтыра кетейін деп отырмын. Жалпы Берік мырзада 4 диплом бар. Бұл кісі дәрігер, бұл кісі таможник, бұл кісі экономист, бұл кісі транспорт саласын бітірген.
төрт бірдей дипломы бар, 4 дипломы қазір чемоданда, өзі басқа тірлікпен айналысып жүр. Бұның бәрін не үшін айтып отырмын? Беке, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, бизнеспен айналыстым, күйіп кеттім, ананы істеп көрдім деп. Енді өмір болғаннан кейін бәрі сабақ қой. Ешкім қазақ айтады ғой, аяғымыз аспаннан сабақтап түскен жоқ деп. Бәрі өмірлік тәжірибемен келеді. Бірақ дегенмен осындай төрт үлкен білім ала отырып, осындай жаңағы кәсіпті дұрыс жүргізе алмай қалған, немесе жаңағыдай бір өзіңіз жаңа айтасыз ғой, кезінде жынды бастау болдым деп, сондай жынды бастау болып кетуге не себеп болды деп ойлайсыз? Мысалы енді қазақтар айтады ғой, білгеннен сұра деп. Сіз енді бір емес 4 диплом алдыңыз. Сол алған біліміңіз, сол алған дипломыңыз кәсібіңізді жүргізіп кетуге, немесе отбасыңызды дөңгелетіп ұстап кетуге, немесе жаңағы өзіміз айтып отырмыз ғой, басымызда баспана жоқ, үй әлі жалдап тұрып жатырмыз деп. Үй сатып алып, ел қатарына қосылып кетуге не себеп болып жатыр? Ақымақ болған шығармын деп айтайын ба? Өйткені бір тренингке барсам, бірнеше тренингтерге де бардым бәкен. Орысша тренинг, қазақша тренингтерге. Бір күні бір тренингке бардым. Коуч тренердің атын айтпай ақ қояйын. Бизнес бастау деген енді көбісі білетін шығар осы. Сол кісіге тренингке барып, сол әркім өз туралы айтып жатыр ғой. Сосын менің кезегім келді. Мен тұрдым. Есім осылай жаңағы. Спортпен айналысам. Сұраққа жауап, сосын спортта қандай дәрежеге жеттіңіз деген. Триатлонмен айналысам, темір адам атағы. Темір адам атағы деген не? Осылай. Сіз өзіңіз туралы айтып беріңізші. Қандай бизнеспен айналысып жатсыз деді. Мен айтам, мен бизнеспен айналысып жатқан жоқпын, бизнеспен айналысып болдым. Неге дейді? Солай мен солай центр детского развития аштым, келдім да осылай ақшамның бәрін жоғалттым, в общем. Дайындық болған жоқ, солай деп ойлаймын деп едім. Қалай болды дейді, мен айтам, осылай үйім сатында бизнес бастайын дедім да, келдім да тупо. Центр детского развития аштым, не получилось. Болды, дымсыз қалдым. Қазір дымсыз қалдыңыз ба дейді. Мен айтам, үйің де жоқ па? Мен айтам, жоқ. Машинам да жоқ, үйім де жоқ. Велосипедім бар деймін ғой. Сыйға берген велосипед. Десем, онда сен ақмақсың дейді. Сосын ойладым, мен онда ақмақ шығармын. Сосын мен сұрақ қойдым, вообще бизнесте тәуекелге барған қалай өзі вообще? Тәуекелге бару керек бизнесте дейді, жаңа коуч тренер айтады. Сонда мен ақмақпын ба әлде мен тәуекелге барып тұрмын ба десем, жоқ, сенікі ақмақтық дейді. Мүмкін менікі ақмақтық болған шығар бәке. Бірақ сол ақмақтық болсын, ақмақтық болмасын, сондай қиындықтардан бәрінен өтіп, енді қазіргі осы қандай осы да Алла тағала енді бір Алла тағала ғой, беретінді алатында. Осындай қазіргі осы жағдайым болып тұрса да, мен ештеңем болмаса да, мен ешқандай өкінбеймін. Өйткені мені өмір біраз пісірді. Бірақ енді сынып қалған жоғым, енді ішіп кеткен жоғым, я қаңғып кеткен жоғым, я семьяны тастап кеткен жоғым, я басқа бір жерге бір қашып кеткен жоғым. Сол Астанада әлі тұрып жатырмын ғой. Біреуден артық болсам, біреуден кем шығармын, бірақ айналамда ортам өзгерді, айналамда мен деген азаматшылар бар. Бала шағаларым да қазір Құдайға шүкір өсіп қалды. Бірінші кезде ой, папа неге келдік? Астана деген суық, Астананың адамдары суық деген. Ол қазір бәрі жақсы. Құдай қаласа үйде болады, бәрі де болады. Мен қазір өз-өзіме сенімдімін. Кезінде астыңызға елмінге мықты жетті міндіңіз. Астыңызда үйіңіз болды, басыңызда баспанаңыз болды. Әжептәуір должностьта жүрдіңіз, белгілі бір ортада беделіңіз болды, дұрыс па? Сөйтіп жүрдіңіз, содан қазір осындай жағдайға түстіңіз. Екі түрлі жағдай ғой. Біреуі, орысша айтатын болсақ, атақ абыройыңыз, жаңа авторитет болып тұрған кезіңіз. Біреуі шамалы жаңағындай финансовый жағынан бір неавторитетный положениеге түсіп қалған жағдай ғой. Енді менің сұрайын дегенім, жалпы осы екі жағдай сіздің отбасыңызға қалай әсер етті? Жағдай болып, мүмкіндігі болып тұрған берікке бала шағасы қалай қарады? Және берік күйіп кеткенде бала шағасы қалай қарады? Өзгеріс болды ма? Өзгеріс болды. Бәке, өте тамаша сұрақ қойдыңыз. Өзгеріс болды. Ақшасы бар, долженісі бар, астында джибі бар. Берік болған кезде беріктің поведениесі де басқаша болды. Сосын үйдегі семья, бала шаған енді жаңа өте бір мықты сұрақ қойдыңыз. Ол кезде отношениесі басқаша болды. Ақша жоқ кезде
ақша таба алмай жүрген кезде, қиналып жүрген кезде сенің ана темір адам болғаның, спортпен айналысып жүргенің, үлгере алмай жүргенің, да хоть сен алтын адам болсаң да, үйіңдегі даже әйелің да, бала шағаң да уже шамалы басқаша қарай бастайды. Өйткені бұл өмір, бәке. Өйткені өмір бәрі қиналып кетеді. Үйіңде кіріс болмаған кезде енді бұл атмосфера деген жақсы атмосфера емес. Жаман, соның ішінде өзің қиналасың. Сол өзіңнің қиналған энергияңды ана семьяң деген соны енді не істейді ғой? Сезеді, көреді, айтады деген сияқты. Маған бетіме айта алмаса да үйдегі өз бала шағам бір-біріне айтады. Осы спорт не керек деген сияқты әңгімелер. Ондай болды, это я все пережил. Бірақ енді Құдайға шүкір, әйелім енді ана айтады ғой, орысша айтқан кезде, за каждым успешным мужчиной стоит женщина деп айтады ғой. Сол енді рас. Енді әйелімнің де мықтылығы шығар осы күнге шейін. Не бір қиын жағдай кездерде, берік, мына жүгіруің не сенің? Қой, таста керек емес деп айтқысы келген шығар, бірақ соны бір ондай айтқан жоқ, шыдады, қасымда жүрді. Дұрыс деп. Сөйтіп, былай тартсақ былай жетпей, былай тартсақ былай жетпей. Әлі де енді финансовый жағдайымыз енді дұрысталып кеткен ештеңесі жоқ. Бірақ Құдайға шүкір. Жаңа сіз бір коучқа барғанда сен ақымақсың деп айтты дедіңіз, иә? Сіз мына үйде балаларыңыздың қарны тоқ болмай тұрып, және де ойбай мынау үйдің ақшасын беретін уақыт келіп қалды, мына ақшаны жинау керек деп, сондай бір финансовый қиындықтар адамның мына нервісіне маза бермей, мына сигнал тоқтамай дыңылдап тұрған уақытта сіздің далаға шығып жүгіріп жүргеніңіз жалпы өзіңіз үшін қалай болды? Сіз дұрыс шешім деп ойладыңыз ба? Бәке, дұрыс емес шешім деп ойлаған кездерім болды, бірақ мен мақсатты қойдым да, тек сол мақсатқа мен темір адам атағын аламын, мен темір адам болам деп. Мүмкін ол да ақымақтық шығар енді. Действительно, үйіңде жағдайың келіспей жатқан кезде, квартиріңе ақша төлеу жақындап қалып, әйелің берік квартираны не істейтін болдық, кеше айтып едім ғой, 3 күн болды ғой айтқаныма, төлеу керек еді ғой, ақшаны қайдан аламыз, зың деп тұрады ол басында. Сол кезде жүгіру керек, жүзу керек, велосипед теу керек, өте қиынға соғады. Бірақ меніңше енді бір Алла тағала да өзі енді бір жәрдемін беріп, не істеп жүрген шығар деп ойлаймын. Мен достарымның арасында беделім түскен жоқ, бәке. Мен в крайнем случае біреуге жалынсам, мен айналамда беретініне сол сенімді болдым да 100%. 100% сенім. Достарым өте көп, солардың ішінде ешқайсының арасында беделім түскен жоқ. Финансово түсіп атсам да, дымсыз қалып атсам да, бірақ любойнан мен сұрай алатындай жағдайда қала бердім, сондай бола бердім. Біреуден алам, біреуден алып оған қайтарам, жаңағы қарызды бірден қылып жабап, Каспий, кредит, оның бәрін өтіп біраз қарыздарды төлеп, аннан алып, мұнан жауып жүрген кездер болды. Бірақ мида тек біреуге жұмыс істемеу жаңағы деген тұр, темір адам болу, өзіңе кәсіп жасау, кәсіпкер болу деген сол мақсатпен әлі жүрмін. Соның ішіндегі мақсаттың ішіндегі ең басты мақсатым өзім бала шағаларымды кәсіпке үйрету. Кәсіпкер қылып үйрету сол менің міндетім болып тұр да. Тап осы қазір болғанда, қазір тұрғанда да сол менің міндетім. Бала шағамды өз-өздеріне ақша табуды үйрету. Қазіргі таңда енді біздер етпен айналысып жатырмық. Үлкен ұлым мен қызымды сол ет сатуды үйретіп жатырмын, өзім бірге үйреніп жатырмын. Мысалы ауылда өстік қой бәріміз, ет не екенін, мал не екенін білеміз, союды білеміз. Бірақ етпен айналысып, етті кәсіп қылып, етті сату деген басқаша. Соны балдарыммен үйреніп жатырмын. И өте қуаныштымын. Ұлыммен, үлкен қызыммен қазір жақсы қарым-қатынастамыз. Ана жұмысымыз бір қалыпта. Кәсіптің арқасында. Кәсіптің арқасында. Кәсіп байланыстырып жатыр. Кәсіп бұл етке шықпай тұрғанда байланыс бұндай тығыз болмаған, иә? Әңгімелеріміз шынына керек жараспай жүрді. Қанша бір идеальный болғым келсе де, қанша бір енді бір дұрыс әке болғым келеді, енді спортпен айналысып жүрмін, ішпеймін, шекпеймін, дұрыс жүрмін дегеннің өзінде де балдарың өскен кезде бір тіл табысы өте қиын екен. Бір қазақтың сөзі бар ғой, бала болғанда көрерсің, білерсің дейді ғой, сол рас екен. Ал енді қазір мына кәсіппен айналысқаннан бері кәдімгідей
Құдайға шүкір. Бір-бірімізді түсіне бастаймыз. Кәдімгідей бір қиындықтан өтіп жатыр, қызықтар болады. Жаңағы етпен айналысқанда ең бірінші күні мысалға етті әкеліп енді сатып бастадық қой. Сол кезде келер мякиттарды сатып жүріп сүйектерімен қалып қойдық. Жаңағы қабырға, төсегі, оның бәрін енді ана білмегендік қой енді. Жалпы отбасында бала тәрбиесі болу үшін сонда қазір сіздің түйгеніңіз ата-ана мен баланың ортасында ортақ тақырып болу үшін бір ортақ соны айтатын бір байланыстыратын бір тірлік болу керек болып тұр ма сонда? Байланыстыратын бизнес болса өте тамаша екен. Бизнес істемейтін адамдар қалай балаларын тәрбиелеп жүр? Бизнес істемейтін адамдар қалай балаларын Былай айтайық енді, қараңыз. Әкесі строй компанияда объектіні күзетеді, охранник. Мамасы бір торговый центрде пол жуады деп айтайық, образно айтайық. Сол адамдар, сол отбасы өзінің бала шағасымен қалай контакт ұстап жүр деп ойлайсыз? Енді отбасылар әртүрлі ғой. Бәкемен енді ол бір отбасылар бар, таңертең жұмысқа кетеді, кешкісін үйіне келеді, жатады, ұйықтайды. Балдарымен мәміле жоқ. Балдары көшеде кіммен ойнап жүр, қандай ойын ойнап жүр, достарын да білмейтін. Ондай семьялар бар. Енді мен айтып жатқан жоқпын, бар семьяларды білемін деп. Жаңағыдай бір жерде жұмыс істейтін ата-аналары балдарымен бірге кәсіп істемейтін қалай тәрбиелейді дейсіз? Жоқ, тәрбие әртүрлі ғой. Біреулер енді балдарына тек қана білім бергісі келеді. Анда жоғарғы оқуға оқытқысы келеді, сол үшін ақша табады. Ақша тауып жүргендер бар. Бірақ менің өзіме шешкенім, өзіме түйгенім, балдарымды мен жаңағы оқыта бермей, онан да жаңағы ілімді үйреткім келеді. Оқу деген ілім ғой. Жоқ, оқу білім мен ілім ғой. Оқу мысалға, мен оқыдым мысалға. Бәке өзімді айтатын. Оқу деген мен қазір енді просто подразумеваю диплом алу. Оқу деген енді оқуды көп түсіну, кітап оқу мысалға. Жоғарғы оқу, білім алу, оқу дұрыс. Мен қазіргі айтып отқан диплом алу, қаптатып диплом алудың сол қажеті жоқ деп. Өзіңіздің өмірлік жолыңыздан түйіндеп отырсыз. Мен өзімнің өмірлік жолым түйіндеп отырмын. Сол өзімнің балдарымды өзімнің түсінгеніммен, өзімнің тәрбиемді беріп, өзім жаңа кәсіпке үйреткім келіп отыр. Сол дұрыс деп ойлаймын. Әрине мен бәрінің балдарын солай тәрбиелеу керек деп айтпаймын. Сіз өзіңізді таптыңыз ба жалпы бұл өмірде? Мен өзімді әлі іздеудемін. Бұл сұрақты қойған себебім жақында өзіңіздің жаңа Instagram аккаунтыңызды өзіңізді жалпы сырттай бақылап жүргенде көрдім, сіз массаж жасап үйрендіңіз. Фокус массажға өттіңіз. Енді жас ортасына келіп қалдық қой, төрт баланың ата-анасы деген сияқты. Бірақ сіз әлі процесс тоқтатқан жоқсыз, жаңағы білім алу процесін, іздену процесін. Ары қарай керек болса іздене бересіз ба? Керек болса, осы қанша өмір сүремін, сол уақытқа шейін іздене беремін. Өйткені мен содан бір өзім маған ұнайды ізденуге. Енді анау көп кәсіпкерлер айтып жатады, фокусты бір затқа қойда, соны жақсылап меңгеріп істе, соның нәтижесіне жет дейді. Түбіне жет. Сонда фокус теряться етіп жүрген жоқ па сізде? Фокус теряться етіп жүр деуіңіз мүмкін, дұрыс айтуыңыз. Өйткені мысалға қазір мен өзім қазір немді айтатын болсам, планымды айтатын болсам, қазір етпен айналысып жүрмін. Бала шағамды осы кәсіпке ет жағына үйретемін. Тағы да өзім проекттерім бар. Мысалға массаж деп отырсыз ғой, спорт жағынан, массаж жағынан тағы да проекттерім бар. Мен бірнеше бизнесті қазір сөйтіп қойғым келеді. Оны уақыт көрсетеді бәке. Бастап жатсыз? Бастап жатырмын. Бүгінгі таңда спортты тастаған жоқсыз. Кәдімгі кәсіби спортсмендер қатарында күнделікті таңертең барып жүзесіз, жүгіресіз, спортпен айналысып келе жатсыз. Және жақында бизнес аштыңыз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ет кәсібін деп. Ауыр соғып жатқан жоқ па? Ауыр соғып жатыр. Әр кәсіпті бастағанда өзінің ауырлықтары болады. Ол даже енді былай айтып отырсақ, графиктің өзі ауырлау соғып жатыр. Ерте тұру керек. Мысалы мен бүгін сағат 5-те тұрдым. Содан бері енді аяқта жүрмін ғой. Сосын сіздің сұрауыңыз бойынша осында келіп отырмын. Енді өзіңіз де білесіз, сіз мені шақырған кезде мен біртүрлі шамалы толқыдым. Мен не айтам, бәке? Мен не айтам? Мен миллионер емеспін. Мен бір кәсіпте бір биік шыңдарға шыққан адам емеспін. Бір мықты жетістікке шыққан адам емеспін. Мен несін шақырасыз, бәке дедім ғой.
Жоқ, сіз өзіңіздің жаңағы біліміңізбен бөлісіңіз дегесін мен келіп енді, ну, как есть айтып отырмын. Да, қиындау. Қиын болғанда қай жағынан қиын? Мысалы, BI групптың қазіргі жетекшісі дейміз ба, президенті дейміз ба, жаңа Айдын мырза бар, иә? Ол кісі үлкен кәсіпкер болып есептеледі. Ол кісі де Ironman ғой? Ironman, ол кісі деген, мысалға, мен Ironman болуыма бір адамдардың ең біріншісі деуге болады. Сол кісі жасап келгенін мен естіп барып, мен де жасадым. Ол кісі қазіргі таңда да спортпен айналысып жүр ме тұрақты түрде? Жоқ, тастап кетті ме? Енді дәл бұрынғыдай айналыспау керек, енді айндасында жүгіретінін білемін енді. Жалпы біз негізі бұл әңгіме не үшін қозғап отырмын? Жалпы анау адам өзін өзі ақтап алуға көп тырысады ғой. Біреу ойлауы мүмкін, ол ет деген кәсіп па деп. Біреу ойлауы мүмкін, иә, ол кәсіп деп. Енді жаңағыдай ет алу үшін таңертең ерте барып ет алуым керек, жүгіру үшін таңертең ерте тұруым керек, екеуіне де ерте тұруым керек. Бірақ жаңағы Айдын мырзаны бекер айтып кеткен жоқ, енді бұл подкастта бұл Айдынның мүлдем қатысы жоқ қой негізі. Бірақ салыстырмалы түрде айтып отқан себебім сондай үлкен дәрежеде кәсіпкерлердің өзі менің уақытым жоқ қой демей сондай жаңағы спортты да кәсіпті де бірге айналысып алып жүр. Ал енді жаңағыдай біз сәл ғана бірдеме істеп жатып уақытымыз жетпей жату деген негізі бұл адамзат баласының өзін өзі ақтауға бейім екенін көрсеткіш емес па? Негізі істейін дейтін адам қандай қиын жағдайда да істеуге болады ма деген сұрақ қой негізі. Енді мақсатқа байланысты ғой адамның. Сенің приоритетіңде не тұр, соны істейсің. Уақыт оған табасың. Мысалға, енді мен үшін спорт мені қазір, мені және менің семьямды асырамайды. Ақша беріп отқан жоқ, мен триатлон, бұл любительский вид қой менің айналысып жатқаным. Бірақ бұл маған ұнайды. Өйткені мен бұл спортпен айналыспасам, менің осы спортпен айналысып құтылған ауруларым десем болады, мысалы, шейно-грудной остеохондроз, полиартрит деген мен неше түрлері болды. Бірақ спорттың арқасында соны жеңдім. Мен қазір спортпен айналыспасам, артық салмақ жинай бастаймын, давлением көтеріле бастайды. Сондықтан спорт маған керек. Бір жағынан жақсы да көремін. Сондықтан ол спортқа мен міндетті түрде уақыт табам. Қанша шаршап жүрсем де, сол ана тренер айтып жүрген нагрузкалардың бәрін жасаймын. Мысалға, бүгін таңда ерте етке бару да керек болды, сіз өзіңіз айтып отқандай, таңда жүзу да керек болды. Мен таңертең оны бара алмадым, бірақ қазір кешкісін соны жүзіп тастаймын. Екінші тренировка жүгіру. Мен қазір 2 тренировканы қатар жасайын деп пландап отырмын. Көп жағдайда, егер сіз бір қандай спорт болсын, өнер болсын, қандай да бір затты немесе қандай да бір жаңағыдай өнерді, спортты сүйсеңіз, соны қатты жақсы көріп істесеңіз, сіз соны істей отырып, содан ақша тауыпсам деген бір арман болады да адамдарда. Иә. Мен осы жақсы көретін дүниемді істей отырып, осыдан ақша тапсам деп. Енді қазір бұл әңгімені не үшін бастап жатырмыз? Жалпы жүгіріп жүріп ақша табуға болатын бір мүмкіндік шығып жатыр екен ғой әлемде. Түсіндім, не туралы айтып отқаныңыз. Әлемдік технология, инновация, дамудың қазіргі таңда адамның баласына ұсынып отқан бір мүмкіндігі дейміз ба, немесе бір ұсынып отқан кәсібі дейміз ба, қалай айтамыз енді. Әркім әр қырынан қарай жатар, бірақ әңгіме жаңағы кроссовки туралы, иә? Виртуальный кроссовки ғой. Виртуальный кроссовки. Степен деген приложение, оны сатып аласыз. Сіз сатып алдыңыз сол кроссовкиді? Сатып алдым ол кроссовкиді. Енді ол кроссовкиді не үшін сатып алдыңыз, және ол кроссовки жалпы степен деген не болды? Ол майник қой жаңағы. Майник, денег деген білесіз, ол майник деген ақша шығару жаңағы, майник. Сол жүгіргенге жаңа приложение жүгірген үшін ақша төлейді. То есть сіз жүгіру арқылы ақша жасайсыз? Салана дейді, GST дейді, неше түрлі жаңағы электронный ақшалар бар. Соны жаңағы шығарасың, выпускаешь. Күніге энергия береді, жаңағы степен. Мысалы, кроссовкілеріңе байланысты. 2 кроссовкың болса, жаңағы 2 энергия береді, 3 кроссовкың болса, 4 энергия береді деген сияқты. Қазір мен энергия деген не ол? Энергия деген уақыт. Уақыт. Мысалға, менде 4 энергия бар. Уақытты жүгіру үшін береді. Мысалға, мен арзандау кроссовки алдым, ол тек қана жүгіретін кроссовки менікі. Жүгірем, определенный скоростым бар, например, темп 5,5-нан жоғары қарай десек. Кроссовкінің түрі бар. Бір кроссовкілері бар, жүруге де болады, жүгіруге де болады. Универсальный дейді. Ол қымбаттау тұрады. Одан да қымбаттары бар.
любой жүресің, ол скоростына қарамайды, ол жаңағы қай кезде уақытың бар, сол кезде қосасың да майын тете бересің. Ол стоимость бағасына байланысты ғой енді. Менікі ең арзандау жүгіруге раннинг. И оның жаңа табысы сәл ғана көптеу. Өйткені маған жүгіру енді өзім үшін жүгіріп жүрмін ғой бәке. Жүгіріп жүрген кезде қосып қоямын. Сөйтіп, енді қазіргі таңда оның курсы түсіп, шамалы окупаемости ұзарыңқырап кетті. Қанша ақша салдыңыз? Қаншаға сатып алдыңыз жаңа кроссовки? $2200 сатып алдым. Енді менікі былай эконом вариант деуге болады, шамалы арзандаған кезде алдым. Жалпы сіздің мақсатыңыз, бұны сатып алғандағы мақсатыңыз таза өзіңіздің жеке басыңызда. Бұған кәсіп ретінде қарап сатып алдыңыз ба? Бұл мен үшін проект. Бұл проект қалай түсінуге болады проект? Проект деген енді сол бір ақша табудың бір көзі ғой. Өзім үшін жүгіріп жүрмін ғой енді. Как-то жалко енді жүгіріп жүріп жаңағы приложениемен не воспользоваться. Бірақ біреулерге ақмақтық. Опять же, бұл өмір ғой енді бәке. Мысалға біреу маған ақмақ деп қарайды, біреу батыр деп қарайды, біреу кәсіпкер деп қарайды. Ол енді бүткіл жер бетінде миллиондаған адамдар бар, оның бәрін тыңдап отырсаң енді бәріне красавчик, мен үшін бәріне красавчик болу мақсат емес. Жұрт не айтады деген, оказывается, адам сол құртады екен ғой. Жұрт не айтады, жұрт не ойлайды. Қазір менде мүлдем ондай жоқ. Жұрт не айтса оны айтсын, мен әйтеуір адал жүрсем болды ғой. Табысым адал болса, мен оны степенмен табамын ба, ет сатып табамын ба, сетевой маркетинг, Oriflame-де айналысып. Кстати, мен сетевой маркетинг Oriflame-мен де айналысам. Оны біреу біледі, біреу білмейді. Біреуге күлкі, маған нормально. Сетевой маркетинг, NFT, жаңағыдай ет сату кәсіп, сосын жаңағы тағы бір серіктестермен бірігіп спортзал ашып отырсыз. Ол жерде массажный салон ашылды. Массажный салон бар. Құдай қаласа. 4 кәсіппен параллельно қазір таңда айналысып жатырсыз кәсіп ретінде. Оның сыртында спортыңыз бар. Осылардың барлығынан тыс қазіргі таңда сіз отбасыңызға деген, балаларыңызға деген көзқарасыңыз өзгерді ме? Бұрынғы шапқылап жүрген Берік, мен бекер шапқылап жүріп, мынау бала шағама былай қарайын деген сияқты бір уақыт бөліп, жаңа кәсіптен, жұмыстан, спорттан тыс балаларыңызға қандай өзіңіздің әке ретінде беріп шыдап жатсыз? Қазіргі таңда үйде бала шағаммен мәмілем дұрысталды, үйімде бір береке бар деп айтуыма болады. Бұрынғы енді вахтада жүріп, үй көрмей жүргеннен, қазір мен бала шағаммен не істесем де, сол бір қалыпта бір-біріміз түсініп жүргеніне өте қуаныштымын. Қазіргі таңда мен айтып кеттім, үлкендермен етпей айналысып жатырмын. Енді өте керемет мен үшін. Сондай, осы шешім дұрыс болды, осы шешім дұрыс қабылдадым ау деп жүрмін да. Сосын енді жаңа NFT дедіңіз, жүгіріске енді міне жақында қызыма бүгін ертең жаңа бір кроссовкиді қызыма беремін. Қызым да жүгіремін дейді мысалы. Содан кейін ұлыма беремін. Жаңағыдай берем деген қалай түсінуге болады? Сіз өзіңіз жаңа 2000 қанша доллар алдым дедіңіз? $2200. $2200 алдыңыз, енді қызыма берем деп отырсыз. Қызыңызға өзі кроссовкіңізді бересіз ба сонда? Жоқ, ана кроссовкиден кроссовки туады екен. Қалай туады сонда? Оны туғызатын өзінің реттері бар. Өзі сондай система сондай жасаған ішінде, система кәдімгідей туғызасың, можешь дарить, можешь продать. Туысқандарыңа бересің, чтобы туысқандарыңа сатуыңызға да болады. Біреулер соны туғызып сатуды кәдімгі кәсіп қылып алған. Сонда бұл қазіргі таңда көбінесе спорт ретінде дамып жатыр ма, кәсіп ретінде дамып жатыр ма? Кәсіп ретінде көбірек дамып жатыр деуге болады. Бірақ мына ойлап шығарғандардың мақсаты адамдарды әлемде адамдарды жүгірту, жүргізу. Мақсат сол. Жаңағы здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, да. Ол өте керемет проект мынау. Бірақ бір минус адамды бір ойландырып қоятындай, Қытай отказ берген. Қытай отказ берген, енді қазір адамдардың мнениялары. Жоқ, Қытай жалпы неден отказ берді ғой? NFT-ден. NFT емес, жалпы криптовалютадан отказ берді. Вот криптовалюта, NFT-ң да енді электронный ақша ғой. Отбасына жақсы тәрбие беріп, жақсы кәсіппен айналысайын дейтін адам жалпы неден бастау керек? Сонда сіз жаңа диплом жинай берудің қажеттілігі шамалы екен дедіңіз. Сіздің ойыңызша орта жасқа келмей ертерек бастап кету үшін неден бастау керек? Ертерек бастап, ертерек қателесуден бастау керек. Ертерек қателесу керек міндетті түрде.
қателеспей, меніңше ешқандай бизнес қатесіз бірден аяққа тұрып кетеді деген енді мен опять же өзімнен айтамын да, адам қателесіп барып бір жолға түседі. Сосын қорқынышты жеңу керек, ертерек бастау керек, ертерек қорқынышты жеңу керек. Сосын ең бастысы мына біздің қазақтың менталитетінде жұрт не айтады, жұрт не ойлайды дегеннен содан бір аттау керек. Сонда елге құлақ аспа деп отырсыз, иә? Елге құлақ аспа деген бір қаттырақ естіледі бәке. Ел не айтатыны әрине ол оны ойлау керек, бірақ ұялмау керек та. Ұялмау керек. Қандай кәсіппен айналыссаң да ұялмау керек. Кәсіп істеу үшін ұялмау керек. Кәсіп істеу үшін ұялмау керек. Немен айналысам десең де айналыс. Ұялмай смело айналысу керек та. Сосын сол айналысып жатқан кәсібіңе сенімді болу керек та. Мысалға, может ол біреуге фантастика шығар. Біреу айтуы мүмкін, опять же, біреу айтуы мүмкін, біреу ойлауы мүмкін. Ой, мынау не қуып жүр, мынау немен айналысып жүр деп, сол біреу айтып жатыр деп, сіз соны өзіңізді күйдірмеу керексіз да. Бүкіл қоғам қазір ақшаға байланып отыр ма? Қалай ойлайсыз? Сен ақша тауып тұрсаң, үйге жақсы айлық әкеп тұрсаң, балаң сұраған беріп тұрсаң, саған балаң жақсы қарайды, әйелің жақсы қарайды. Қоғам сонда ақшамен байланып тұр ма бірімен бірі? Ақшамен байланып тұр, бәрі тек қана ақша болса, бәрі жақсы болады дегенге де келіспеймін мен. Бірақ ақшаң көп болса, проблемаң аз болады. Соны білемін. Әрине, бір Алла тағала беруші де, алушы да бір Алла ғой, Алладан қорқу керек, жүректе иман болу керек. Бірақ біреулер айтады, ақшада емес, бақытты болу ақшада емес, қанша ақшаң болса да осындай болады, осындай болады. Я, ақшада емес шығар, бірақ ақшаң бар кезде проблемаң аз болады. Сіз сонымен келісесіз бе өзіңіз? Оны былай қарауға болады да, ақшасы бар адам мен ақшасы жоқ адамның екеуінде де проблемасы бар, бірақ екі уровеньде да. Екі уровеньде, келісем. Проблема бәрі болатын сияқты да? Проблемасыз да өмірде проблемасыз өмір енді білмеймін. Ондай адам аз шығар. Соған қарағанда деймін да, мысалы, өмірлік жалпы тарихтан қарап отырсаңыз, көптеген басшылардың балалары өздері сияқты мықты болмаған да. Ол қазіргі таңға дейін де солай болып келе жатыр. Тарихта да солай болған, қазіргі таңда да сондай көрсеткіштер болып жатыр. Неге? Өйткені ана байлық, билік балаңды бұзып кеткен. Балаң адами тұрғыда өзіне жоғалтып алған. Ақшаң жоқ болса да, балаң адами тұрғыда өзіне жоғалтып алуы мүмкін. Жоқшылықтан. Бұның балансын ұстайтын не? Бар болсаң да, жоқ болсаң да сен қалай адами құндылықты сақтап, қалай отбасыңды ұстап қала аласың? Бұның несі, шешімі неде деп ойлайсыз? Жаңағы баланс дегеніңіз енді бәкем. Баланс дегеніңіз тәрбие, адам балаға тәрбие беру. Мысалға мен оны былай деп түсінем. Ұлыңа да, қызыңа да былай деп айтып, үйту керек, бүйту керек деп айтқаныңнан, бала өзі сенің ақшаң бар кезінде қандайсың, сен ақшаң жоқ кезінде қандайсың, өзіңнің ұстанымыңды бала шағаң сені көру керек та, содан тәрбие алу керек деп ойлаймын. Аллаға деген көзқарасыңыз қалай? Жалпы Аллаға сенесіз бе? Әрине сенемін. Аллаға сенесіз бе? Әрине. Алладан басқа тәңір жоқ. Бір Алла береді, бір Алла алады, бір Алладан қорқамыз, бір Аллаға сыйынамыз. Қазіргі таңда ортаңыз өзгерді, иә? Иә. Араласатын. Или бұрынғы араласатын орта қалды ма? Бұрынғы ортамда қалды. Ақтөбедегі бұрынғы қисық достарыммен мен бір-бірімізді жақсы сыйлаймыз. Үзген жоқсыз. Қисық деп айтатыным енді жастық шақтан бері келе жатырмыз ғой. 25 жыл, 30 жылдан бері келе жатқан, неше түрлі қисықтарды өткен. Жаңағы мені берік емес Шанхай деп айтатын достарыммен әлі қарым-қатынастамын. Бірақ Астанаға көшіп келгелі ортам мүлдем тағы өзгерді. Мен деген жігіттермен семьяларымызбен қатысамыз, Құдайға шүкір. Қасыңызда жүрген достарыңыз, араласып жүрген достарыңыз қанша пайызы, егер санмен айтатын болсақ, қаншасы сізден спортивно, умственно, интеллектуально, рухани бір бас жоғары тұрған достарыңыз көп па? Көп. Ол сұрақты не үшін қойдым беке? Әрбір сұрақтың түбінде
бір өзінің мақсаты болады да сол сұрақты Иә. қою. Ол сұрақты қойып отқаным, Берік Тұрарұлы бүгінгі таңда өзінің ортасын дұрыс қалыптастыра алды ма деген сұрақта бұл. Өзімнің ортамнан, мен қазіргі қатынасып жүрген ортамнан, мен сол ортаға қарап өскім келеді да. Ортаны қалыптастыру ол өте маңызды. Өйткені егер де сіздің жүрген ортаңыз сізге рухани азық бермесе, сізді алдыға жүруге стимулировать етпесе, сізді қолдамаса, сіз олармен отырған кезде бір қандай да бір білім олардан алмасаңыз, олардан бір мотивация алмасаңыз, олар сізді жетелеп сүйремесе, берік мынаны істе демесе, онда ол ортаның сізге қажеті жоқ та негізі. Жаңа сізге сұрақты қойдым, сіз айттыңыз, иә менің ортам бар, менің ондай достарым көп дедіңіз. Демек сіз бүгінгі таңда жақсы орта қалыптастырдыңыз. Осы келесі айда Бекең спорттан тағы бір атақ қорғамақ болып дайындалып жүр екен. Бұл қандай спорт түрі? Неге дайындалып жатсыз қазір Бекең? Ол Океан Мен деген футболкасын киіп келдім мысалы. Мына атаққа ие болу үшін футболканы Ocean Man, Қазақстан дейді. Ocean Man неде Қапшағайда 10 шақырым жүзіп өту керек, лимитке кіру керек 4,5 сағатқа. 4,5 сағатта 10 шақырым жүзіп өту керек. Жүзіп өту керек, иә. Соған күнде жүзіп жүрсіз қазір, иә? Соған дайындалу керек, енді Құдай қаласа, ол да бір енді әлемдік дәрежедегі атақ қой. Темір адам атағын алдық, енді ана теңіз адам атағын алсақ деген сондай бір мақсат бар да. 10 шақырымды жүзіп өту үшін біздің есілде кем дегенде 7 шақырым жүзіп өту керек тренировкада. Сонда сіздің фокусыңыз 50% жүзуде, 50% бизнесте болып тұр ма? Иә, ондай да уақыт. Тең бөліп жатсыз ба, жоқ әлде біріне кішкене көбірек бөліп? Жоқ, қазір мына бизнес жағына қарай көбірек болып кетті фокусымыз. Өйткені енді кәсіп, семья, бала шаға, енді сол приоритетте болып тұр. Спорт соңғы кәсіп ет кәсібі ғой. Соңғы кәсіп ет кәсібі. Қанша болды айналысып жатқандарыңызға? Бір ай болған жоқ әлі. Бір ай болған жоқ, иә. Осы бір ай көлемінде пайда көрдіңіз ба? Жоқ әлде? Жоқ, әлі пайда көрген жоқпын, өйткені енді ол кәсіпке енді келіп жатырмыз. Пайда емес, қазір наоборот минус болып жатыр шамалы. Мен бәке бәрін қазір спорттағы тренировкаға келтірем бизнесқа ше. Бір нәрсені істей беру керек. Ол көбісі шыдамайды, кетіп қалады, сосын айтады, ол болмайтын нәрсе, ол жоқ дейді. На самом деле басқа адамдар айналысып жатыр. Адам жасаған адам жасайды. Арифлеймен қанша болды айналысып жатқаныңызда? Арифлеймен 1 жылдан кетті. 1 жылдан асты, иә? Одан пайда көріп жатсыздар ма? Иә, 21 күн сайын айлық аламыз. Кроссовки алғаныңызға қанша болды? Кроссовкиді алғаныма 1 айдай болды. $2200 бір кроссовки алдыңыз, 1 айдан кейін екінші кроссовкini тоғызып жатсыз. Демек, екінші кроссовки сізге ол жаңа $2200 кроссовкisi уже тегін келіп жатыр. Бір айлық көлемнің жұмысының нәтижесі ма сонда ол қалай? Иә, 1 айлық жұмыстың нәтижесі ол салған ақшамның запасы бар ғой. Соны мен қазір көбейтіп жатырмын. Сосын күнбе-күн жүгіргеніме ақша қосылып жатыр ғой. Спорт залыңыз ашылды ма? Спорт залымызға ортасына боксерский ринг салдық жақында. Енді пол төсемдерін, сосын жаңағы жарларын қаптаумен айналысып жатырмыз қазір. Болады Құдай қаласа. Қандай спорт түрлері болады? Ол жерде енді өзіміз айналысатынымыз триатлон біреуінде. Сосын біреуінде жаңағы боксерский зал болады, біреуінде танцевальный зал болады. Сұхбат жақсы болды. Алла разы болсын Беке. Жұмыстарыңыз берекелі болсын, кәсібіңіз табысты болсын, ұрпақтарыңыз ертең ел мақтанатын азаматтар болсын. Амин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет сіздерге.